Сәлем достар, бүгін мен басымнан өткен бір қызық жағдайды айтып беретін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қарбыз жеп отырып байқамай дәнегін жұтып қойдым. Иә, кәдімгі дәнін. Енді ішімде қарбыз өсіп кетпесе болды. Өз-өзіме ойлау режимі, баяу музыка. Сол сәтте менің есіме бір бала кезімде естіген аңыз оралды. Қарбыздың дәнін жұтып қойсаң, ішіңде қарбыз өсіп кетеді. Флашбэк стилінде бала кез естелігі. Ауылда жүргенде әпкем мені қорқытатын. Дән жесең, ішің көктемде жарылады, бақшаға айналасың деп. Сол күннен бастап дән дегенді жау көріп келем. Ал бүгін өзім-ақ жеп қойдым. Кадр ауысады, интернеттен іздеу сәті. Қазір интернет деген бар ғой, бірден іздей бастадым. Қарбыздың дәнін жесең не болады деп. Оқысам, дәнді жұту қорқынышты емес екен. Керісінше, қарбыздың дәнінде магний, темір, мырыш, ақуыз көп. Кейбір елдерде оны қуырып жеп тіпті шай ретінде ішеді екен. Бірақ бірден 10-20 дән жеп қойсаң, асқазаның қорыталмай жайсыздық тудыруы мүмкін. Сондықтан мөлшермен жеу керек екен. Комедиялық бөлшек, ішімнен сөйлеп тұрғандай. Ішімде қарбыз өсіп кетсе не істеймін? Су құя берейін бе енді? Бірақ байқағаным, осы қарапайым нәрселерден халық арасында неше түрлі мифтер таралған. Солардың бірі осы дән туралы аңыз. Қорытынды. Шынайы емес. Егер байқамай қарбыздың дәнін жұтып қойсаң, уайымдама. Ештеңе болмайды. Бірақ тым көп жемеген жөн. Ең бастысы күліп жүр, қорықпа. Ал қарбыз дәнінің пайдасы бар екенін білсең, мүмкін келесіде қорып көрерсің. Видео соңында. Ал сен дән жеп көрдің бе? Немесе сен де бала кезде қарбыз ішімде өсіп кетеді дегенге сендің бе? Комментарийге жаз. Видео ұнаса, лайк басы каналға жазыл. Көңілді әрі пайдалы видеолар алда әлі көп.